Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Жадыра Әскербекқызының Қызғалдақ ғұмыр атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Үкілеген үміт, асқақ арман, бала қиял ұштасқан керемет албырт сезімнің иесі Айбын бүгін отан алдындағы борышын өтеуге аттанбақшы. Түнімен сүйіктісі Құралаймен және достарымен көңіл көтеріп, саябақтарда біраз серуендеген болатын. Темір жол вокзалына келгеннен Құралайдың қимастық сезімі үдей түсті. Әлі де сенер емес. Әскерге жиналған бір топ жігіттердің арасына енуге Айбын да асыға қоймады. Екеуі қатты құшақтасып, бірін-бірі жібергісі жоқ. Жүйрік пойыз хабарланып, жүйткіген вагондар екі ғашықтың махаббатына куәміз дегенде шуылдасып кетті. Құралай күтемін деп уәдесін беріп, Айбын екеуі қоштасты. Осылайша күн артынан күн, апта, ай өтіп жатты. Құралайдың жанында Айбын барда бір күн бір сағаттай су өтіп өтетін. Сүйіктісін күткен Құралайға қазір уақытта өтіп болар емес. Оқуынан келіп, мызғып жатқан, ұйқысынан оятқанын телефон қоңырауы Айбынның досы Данияр екен. Тұтқаны көтеріп, амандасып жөн сұрасқаннан кейін Данияр Құралайға есік алдына шығуын өтінді. Ойында ештеңе жоқ, Құралай келсе қойды. Есік алдында қолында қызыл розасы бар Данияр тұр. Оқу, қызға бара жатқанын көрініп ақ тұр. Менен қандай көмек деп Құралай сәл жымиды. Жүр көлікке отырайық, мен сені сол қызбен таныстырғым келеді, деді Данияр. Құралай көліктің артқы жағына жайғасады. Данияр көлігін оталдырып қала сыртына бет алды. Құралайдың іші мұздап, өзін ыңғайсыз сезінеді. Данияр, біз қайда барамыз? Мен кеш қалсам ата-анамнан сөз естимін, ескерткенде жоқпын. Кешке Айбын босаса қоңырау шаламын деген. Сәл қалдық шыда, деді Данияр. Қаланың сыртқы жағына көлік тоқтады. Құралай көліктен түсіп, түк түсінбей тұр. Алдына гүлімен келіп тұрған Даниярды көріп қобалжып кетті. Құралай, Айбын сені сүймейді. Маған сен бұрыннан ұнайсың. Маған тұрмысқа шығасың ба деген Даниярдың қалжыңына деп Құралай дереу ұялы телефонын алып, Айбынның номерін теле бастады. Данияр қолынан телефонды тартып алды. Сенің есің дұрыс па? Мен білем Айбынды сені досым деп жүрсе, не деп тұрсың өзі? Маған басқа ешкім керек емес. Апарып таста мені үйіме. Әйтпесе Айбынға бәрін айтамын, деді Құралай. Данияр Құралайдың қолынан қаттырақ қысып, ерніне жабысады. Нәп-нәзік, Құралайдың күші жетер емес. Алдымен Данияр дереу өз-өзін қолға алып, Құралайдан кешірім сұрады. Құралай алақанымен ернін қайта-қайта сүртіп жылай берді. Неге сонша жылайсың? Арамызда ештеңе болмағанына рахмет айт. Иә, ернімнен сүйдім. Кешір, рұқсат сұрамағаныма. Әлі-ақ менің ұнататыныма көзің жетеді, дәлелдеймін, деп Данияр Құралайды көлікке отырғызып, қалаға бет алды. Сен оңбағансың, ұнатамын дейсің бе? Айбын екеуінің достықтарың ше? Ол саған сеніп жүр, ал сен мұнда мені қинап, өзіне қаратқан келіп әуресің. Дереу үйге жеткізіп, бұдан былай көзіме көрінбе. Барлығын Айбын қайтамын деп Құралай дірілдеп әзер отыр. Үйіне кіргеннен солқылдатып өксігін баса алмады. Даниярдың қоңырауларына жауап бергісі келмеді. Хабарлама жазған екен. Ашып оқыса, әлі-ақ мені сүйіп кетесің. Менің ұсынысыма келіссең, той сен қалағандай өтеді. Егер келіспесең, елге сенімен төсектес болдым деп жаямын, деп жазылған. Кімге барып не айтарын білмеген Құралай, бала күннен өскен көрші үйдегі жан құрбысы Аружанды үйіне шақырып, барлығын айтып берді. Құрбысы Аружан Даниярды сырттай ұнататын. Бірақ қыз бала болғасын бірінші қадам жасауға ұялатын. Құралай мен Аружан не істеу керегін білмей, ақыры Айбынға бәрін айтып, ертеде ескерткен жөн деп шешеді. Сол күні кешке Айбын уәде бергенде қоңырау шалуы керек болатын. Қатты кешіккен соң Құралай өзі хабарласады. Алло, Құралай, маған сен сияқты уәдесінде тұрмайтын жеңілтек қыз керек емес. Үндемей жүріп, Даниярдың басын айналдырыпсың. Менің кеткеніме бір ғана ай болды. Сау бол, менің саған уақытым жоқ, телефонын өшіріп тастады. Өмір Құралайға міне саған керек болса, ал жылай енді. Ешкім саған сенбейді. Барда Даниярдың ұсынысын қабыл ал деп көкірегінен итеріп тұрғандай сезілді. Айналада болып жатқан табиғат құбылысы да, ата-анасының құшағы да көңілінің құлазығанын басар емес. Бәрінің мәнісі кеткендей, тұманнан адасып жол таппаған жолаушы секілді қайдан дұрыс бағыт табарын білмеді. Құралай Айбынға қанша мәрте қоңырау шалса да, телефон тұтқасын қойып қойды. Бүгін тіпті Айбынның телефоны өшірулі. Құралайдың құр сүлдері қалған, тамақ та ішпейді. Күйзелісте жүргенін байқаған ата-анасы алғашқы студенттік оқу курсы болғасын арықтауы қалыпты жағдай деп ойлап мән бермеді.
Кішкене тұйықтау, кез келген адамға ашыла салмайтын Құралай құрбысы Аружанның да қоңырауына жауап бергісі келмейді. Әдеттегідей жаяу жолмен университетінен шығып үйге қайтты. Бұл жолы үйге асығар емес. Сүйіктісі екеуінің кездесетін саябағының есігінен ішке кіруге аяғы тартпады. Сыртынан айналып өтіп, барлығын есіне түсіріп, ауыр күрсініп қойды. Тағы біраз аялдамалардан өтіп үйіне жақындағанда Даниярды жолықтырып қалады. Қуыс көшеден адамдар сирек өтетінін пайдаланып, Данияр Құралайды көлігіне қинап отырғызып алды. Менің айтқаныма көнбейді екенсің, басқа амал жоқ. Анам келінін күтіп тойға дайындығын бастап кетті, деді Данияр. Құралай бар даусымен айқайға салды. Шыңғырып жылап алды. Тыңдап отырған Данияр жоқ, әуеннің дауысын қаттырақ шығарып, көлігін бевылдатып үйіне де жетеді. Есікті ашып, Даниярдың жеңгелері Құралайға жаулық жабуға дайындалып тұр. Құралай көліктің орындығын құшақтап алған. Кетіңдер, жоламаңдар маған, менің әскерден келетін жігітім бар, ата-анам сіздерді соттайды, тақпаңдар орамал, Айбын, көмектес, мен үйіме барғым келеді. Кім сіздер соншама менің келісімімсіз бұлай жасайтын? Менің оқуым бар, аяқталмаған, деп жан ұшыра айқаймен жылап жатыр. Ботам, бәріміз де өстіп келгенбіз, жаман болмадық. Данияр баламыз жақсы бала, бақытты боласыңдар, ұнатып кетесің, деп жамырасқан жұрт Құралайды қолтығынан сүйреп түсіріп, үйге қинап алып кіргізді. Артқа қарап, қайта қашуға тырысқанымен үлкен әже келіп, есіктің табалдырығына жатып алды. Амалы жоқ, Құралай ата-әжелерінен естіп өскен, үлкеннің өзінен немесе сөзінен аттасаң бақытсыздыққа ұшырайсың дегенді. Әп-сәтте-ақ дүниенің төңкеріліп ортасына түскені жас қызға тосыннан келген ауыр сынақ болғаны анық. Құралайдың үйіне кешірімге адам жіберіпті, артынша Даниярдың үйіне қуғыншы келеді. Үлкендер өзара ақылдасып Құралайды қалдыратын болып шешеді. Жеңгесінің анасы, қызым, сен бізге айтпай қашып кеткеніңе қатты ренжідік, енді сол үйдің сүйегін шықсың деген хат беріп жіберіпті. Шамасы кешірімге барған адамдар Құралайдың ата-анасына дұрыс емес ақпарат жеткізген болу керек. Анасынан мұндай сөз күтпеген, амал жоқ, Құралай көнді. Той жасалды, бет ашылды. Ертесіне үлкенді-кішілі туыстар таныстырылады деп келіннің шайы берілді. Барлық ыдыс-аяқтарды жуып, үйді жинастырып әбден шаршаған Құралай бөлмесіне барып ұйқыға кетеді. Түн ортасы Данияр мас күйінде келіп ұйықтап кетеді. Сол сәтте ұялы телефонын ашып, Айбыннан келген хабарламаларды ақтармақшы болады. Бірақ барлығын өшіріп тастапты. Дереу Айбынға қоңырау шалады. Ар жағында Айбынның дауысы естілді. Айбын, кешірші мені, мен сені қатты сағындым. Мені қинап үйлендірді өзіне. Өмір сүргім келмейді, естимісің Айбын, дегені сол еді. Данияр телефонды қолынан жұлып алып, өшіріп тастады. Аузына келгенді айтып, Құралайды әбден балағаттады. Сол түні өмірінде бірінші рет Құралай ер адамнан ауыр сөздер естіп, түнімен жылап шықты. Ертесімен ата-енесіне шайын беріп оқуына баруға рұқсат алады. Универден қайтар жолда анасын көруге үйіне соғады. Анасы Құралайға деген өкпесі қара қазанда екен. Екеуі дұрыс сөйлесе алмады. Тек анасы, енді үйге келме, саған бұл жерде орын жоқ, деп шығарып салды. Өзін жалғыз сезінгеннен бәрі бітті енді деп, тек ата-енем, мен жолдасыма жағуды ойлайын деп шешім қабылдап қойды. Үйге келсе, Данияр есік алдында отыр екен. Бөлмеге кіре салысымен, сен қатын, құтырайын деген екенсің, кіммен кездесіп келдің? Ертеңнен бастап универіңді ұмыт, деді. Данияр үйдің кенжесі болғасын, әке-шешесі айтқанын істейді. Құралайды оқудан шығарып алды. Келін, үйдің жұмысымен айналсын, келешек жеңіл-желпі қысқа оқу курстарын оқып алар дегендеріне көндірді. Түнде күйеуінің ойыншығы, күндіз үйдің барлық шаруасын атқарушы. Осылайша өтіп жатқан уақыт Құралайдың жүзіндегі күлкіні, көзіндегі нұрын ұрлап бітті. Күлу дегенін арман болып кеткен. Тентек күйеуі мен тым өзімшіл ата-енесінің анда-санда бір келетін қайынәпкелерінің сөздері жүрегін қарайтып жіберген. Арада бір жыл уақыт өтіп, әскерден Айбын келеді деп жолдастары жиналады. Айбын Құралайға да Даниярға да қатты өкпелеп араласпайтынын айтқан. Данияр әскерден келе жолдасына барғанда жоқ. Құралай есік алдына су төгуге шыққанда Айбынның жолдас балдарымен әндетіп жаяу жол тартып келе жатқанын көріп қалады. Жүрегі аузына тығылып, қазір келіп құшақтап алатындай сезімге бөленіп кетті. Айбын байқағанда жоқ. Құралай деп айқайлаған Даниярдың дауысынан шелегін алып үйге жүгірді. Аулаға кіре берісте басы айналып құлап қалады. Көзін ашса, ауруханада екен. Дәрігер, балалы боласыздар деп құттықтап жатыр.
Өміріне жаңа бір рең енгеніне іштей қуанған Құралай екінші көктемін асыға күтуде. Аяғы ауыр ғой деп, үйдің жұмысын жеңілдетудің орнына жұмысына жұмыс қосып берді. Сиыр сауып жүріп басы айналып, сүт толтырған шелекті төгіп алады. Енес айқайға басып, баласын айдап салып сабатады. Соққыға шыдамаған Құралай үйден қашып кетеді. Төркінге барайын десе, анасы қабылдамайтынын біліп, қараңғы көшенің қаңғыбасына ұқсап, әбіржіген түрімен бір дүңгіршекті түбінде ұйықтап қалады. Таң ата дүңгіршектің иесі Құралайды оятып, жөнін сұрап, бұлай болмайтынын айтып, әке-шешесінің үйіне жеткізіп тастайды. Әкесі Құралайдың солып кеткен түрін көріп, шошып кетеді. Барлығын басынан баяндаған Құралайды әке-шешесі арыз жаздырып, сот болатын күнді күтеді. Терезенің алдында егіле жылап тұрған Құралай жұбанар емес. Әп сәтте орын алған өмірінің қыртысын жазуға біраз уақыттың кететіні анық. Байғұс анасының кәрі көздерінен жас парлады. Екеуі ұзақ өксіктерін баса алмады. Қай ата-ана баласының жылағанын көргісі келеді дейсіз? Құралай да анасының жүрегін ауыртпайын деп қаншама түнді іштей өксік өткізген. Қаншама жылғы сүйіктісіне арналған пәктігін қайдағы бір тәрбиесіз еркекке зорлықпен сыйлай салғаны, өмірімде ғана бейкүнә тазалығын ерте жастан келіндік өмірге айырбастап жібергені, қаншама жыл армандаған мамандығына оқуға түстім дегенде оқудан шығып кеткені, барлығы өкінішке айналып қала берді. Жанын жегідей жеп біткен уайым, мен күйзелістің құтылу үшін үйде отырып қалмай жұмысқа орналасу керек деп ойлады. Сөйтіп үйдің артындағы азық-түлік дүкеніне жас сатушы қыздар керек екенін біліп сонда жұмыс жасай бастады. Жеріктігін басар астың бәрі бар. Жағдайы сәл оңалып, кеудесін көтеріп, жан-жағына күліп қарайтын болды. Адамдармен жұмыс жасап, тұйық Құралайға біраз өзгеріс орнайды. Қарнында доп секілді домаланып, реңі сұлулана түсті. Дүкеннің иесі аяғы ауыр екенін ескеріп, ауыр заттарды тасуға жеке жұмысшы алады. Бір күні дүкеннің иесі сыртқа жол жүретінін айтып, дүкенге өзің бас көз бол деп тапсырады. Дәл сол күні қараңғы түссе, дүкенге Данияр кіріп келеді. Ажыраспаймын деп даулап келіпті. 3-ші рет арызын жазған екен Құралай. Қазір сенімен мені ештеңе байланыстырмайды, менің мазамды алма деп Құралай шорт кесіп, Даниярға шығар есікті нұсқайды. Жүк тасушы ағай бір күндік жалақысын алып үйіне қайтады. Терезелерді бүркеп, жарықты өшіріп енді шықпақшы болған Құралайды Данияр мойнынан қылғындырып, қоймаға сүйреп кіргізді. Артынша сырт есіктерді жауып, екі ер адам кіреді. Қараңғы қоймада еңгезердей 3 еркектің қуыршағы боларын ойламапты байғұс. Алласын ұмытқан тас жүрек айуан еркектердің тірлігін анда жасамас еді. Шаруаларын бітіріп шығып кетеді. Құралай есінен таңып құлап жатыр. Дүкеннің дабыл қаққышынан есін еміс-еміс жиып тұруға әрекет жасағанымен белі бүріп, төменгі жағы сыздап ауырып жатыр. Ащы толғай екенін білмеді. Әбден қансыраған. Құралай қоймада 4 айлық өлі сәби босанады. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіліп күрделі ота жасалады. Байғұс қыз енді бала сүю бақытынан бір жолы айырылды. Себебі жатырын алып тастаған. Заң қызметкерлері келіп, болған жайға кінәлі адамдардың артынан арыз жазуын сұрайды. Құралай арыз жазудан бас тартып, тек Аллаға тапсыратынын айтты. Ата-анасының жатса да тұрса бір ойлайтыны жалғыз Құралайдың болашағы. Меңіреу қараңғылықтың құшағында қалған байғұс қыздың осыншалықты өмірінің қатал болғаны несі дерсіз? Уақыт зымырап бір күнді бір күн аралап өтіп жатыр. Жұрт өзара Құралайды пәленшенің қайтып келген қызы бар балаңа көз салып жүрмесін, абайла, жолы болмағанына қарағанда қарғысқа ұшыраған ау шамасы деп өсектеп жүр. Содан бері 4 қабырғаға қамалып, сырттан жанын таса ұстағанына 10 жыл етіп өтіп шығыпты. Құралайға қарасаңыз, 28 жасар қыздың қырмызы, қызғалдақтай құлпырған портретін емес, желдің самалынан сескенетін кішкене баланың қорқынышы, үрейі тұнып тұр. Бетіне біршама әжім түсіп үлгерген. Өкінішті, әкесі 1 жыл бойын уайымнан шұқса болып, ауырып қайтыс болған. Анасына ол қатты тиіп, төсек тартып жатып қалды. Ағайын туыстары тиіп қашып жағдай сұрасып кетеді. Анасының жалғыз сіңлісі басқа қаладан ақша салып, азық-түлік жеткізіп отырады. Сондай күндердің бірінде нағашы әпкесі келіп Құралай мен анасын өзімен алып кетемін деп шешіп, үйді сатады. Бір қызығы, үйді бұрынғы Айбынның отбасы сатып алады. Айбын әлі үйленбеген екен. Үреймен тығылып өмір сүрген Құралай Айбынның көзіне де қарай алмайды. Басқа қалаға кетті. Жаңа тыныс, жаңа адамдар, жаңа өмірдің барағы ашылды.
Алғашында жан-жағына үйренісу үшін әпкесінің балаларына қарап үй шаруасымен айналысып жүрді. Кейіннен әпкесі өзінің шұжық шығаратын заводына жұмысқа орналастырды. Күніге алдына неше түрлі жұмыс іздеп адамдар келеді. Сөз салатындар жігіттер аз емес. Бұрын тұрмыста болғанын, бала көтере алмайтынын ескеріп, қолын сұрап келген жігіттердің ұсынысын қабылдамайды. Үй мен жұмыстың ортасында жүріп, біраз нәрсе өзгерді. Бұрынғы алаңғасар адамдардан тек жақсылық күтетін Құралайдың өз-өзін ұстауы, сөйлеу мәнері мен сымбатына ел сүйсінеді. Құралай астына көлік алады. Анасын білікті дәрігерлердің қолына тапсырған. Нағашы әпкесі мен серіктесік орната отырып, екінші ауданнан жеке шұжық шығаратын шағын завод ашады. Басқа қалаларға да жеткізу қызметі бар. Ендігі арманы үлкен үй алып, анасын сонда орналастыру. Көп ұзамай ол арманы да орындалды. Жұмысында кәсібі өрге жүзіп, шыдаммен қарсы соққан желге төтеп берген мықтылықтың арқасында жетті. Жұмыс барысында жоспар көп. Заводтың көлемі үлкейіп жатқандықтан әр аймақтан жұмысшы іздеп хабарламалар таратылады. Әр қаладан келіп жеткен түйіндемелердің арасынан Даниярдың толық аты жөнін таниды. Көрсетілген телефон номеріне жұмысқа қабылдандыңыз деп хабарлама жібереді. Хабарламаны алып, жолға шыққан Данияр заводтың мекен жайын тауып келеді. Бастықтың шаруалармен кеткенін жұмысшылары ескертіп, күтуін сұрайды. Құралай Айжан есімді қағаздарға жауапты көмекшісіне Данияр деген ер адам келсе, қоймадағы жұмыстарды тапсыр деп ескертті. Тізесі шыққан ескі шалбары мен табан аударылуға шаққылған бәтеңкесі мен алшаңдай басқан Даниярдың шашы өсіп, жүзі шаршап кеткен. Қоймаға кіріп, тапсырылған жұмыстарды ілініп салынып жасап жүр. Айжан бастығының тәжірибеден өткізбестен денсаулығы жұмысқа жарамайтын ер кісіні қабылдағанына таң қалды. Жұмысшылар асханада түскі астарын ішіп отырғанда, әдеттегідей көлігіне түсіп жатқан әдемі жүзі жылы бастықтарын көріп, түскі асты бірге ішуін өтініп, төрге отырғызды. Құралайдың бойында мен мастықпын деген маңғаздану жоқ, өте қарапайым. Жандарына келіп жайғасып бірге ас ішті. Даниярдың көптен тамақ ішпей аш жүргені көрініп тұр. Құралай отты көздерімен тесіліп, басынан аяқ бір шолып шықты. Ей Алла, ешбір қателік сұраусыз қалмайтыны рас екен. Қаншама жыл жаныма жазылмастай жара болған қайғыма шыдап, тек жаратушыдан ғана медет сұрап келдім. Мынау алдымда отырған бейшара еркекті қарғамадым, тек Аллаға тапсырғам. Алдыма нан сұрап бекер келмегенін ұқтым. Қалған жазасын тарттыруды өзімнің қолыма беріп тұр екен. Бүгіннен бастап өміріңді тозаққа айналдырам деп іштей күбірлеп кетті. Түнімен қалың ойға батқан Құралай таңертең тым ерте оянып, бөлмені кезіп жүріп алды. Бір кезде ұялы телефоны әндетіп қоя берді. Қоңырау шалып жатқан таныс емес номер. Таң атпастан кім екен деп тұтқаны көтереді. Кура, сәлем, жағдайың қалай? Қайдасың деген таныс ер адамның дауысы. Ұзақ ойланып кім екені есіне түскен сияқты, себебі алғашқы махаббаты Айбынды ұмыту мүмкін емес еді. Кура деп тек Айбын ғана атайтын. Айбын, қателессем кешіріңіз, дауысыңыз ұқсайды екен деді Құралай жүрегінің дүрсілі жылдамдай түскен діріл дауыспен. Иә, мен Айбын, қысқасы екеуміз жолығуымыз керек, маңызды әңгімем бар. Сен қайдасың? Маған толық мекен жайыңды айтшы деді Айбын. Құралай Айбынды қаншама жыл күтті. Күте-күте келмегесін үмітін үзді. Бірақ мынау кедесіндегі сезім туылап сүйіктісінің үміт үзбеген. Не жыларын, не күлерін білмеген Құралай мекен жайын берді. Түнімен тыпыршып, ұйықтай алмағаны осы ме еді? Әйтеуір жүрегі тыншымай қойған еді. Анасының асын дайындап оятады. Айбынның хабарласқанын, кездесетіндердің бәрін анасына айтады. Қатты қобалжығаннан өзінің не айтып отырғанын түсінбей отыр. Құралай үшін қатты уайымдайтын бірден бір адам анасы. Не болса да жақсылыққа жорып қалады. Жұмысқа күндегіден көңілді, мейірімді кірген Құралай жұмысшыларына айлық жалақыларын беріп, бір күнге босататынын айтып, қуантып қойды. Содан соң көмекшісі Айжанға бар тапсырманы тапсырып, өзі сан салонына кетеді. Ең алғаш Айбынмен кездесуге барарында анасынан тығылып көрші құрбысының үйіне қосымшаға дайындаламын деп кеткені, шашын бұралап, ерніне қызыл опадалап шыққаны есіне түсіп, еріксіз жылап алады. Бүгінгі дайындығы тура соның айнасы ретінде қайталанып жатқандай. Айырмашылығы бұл жолы барлығын анасына ескертті. Сұлулық салонынан шығып жұмысына барады. Есік алдында бір құшақ ақ раушан гүлін құшақтап Айбын тұр. Өте қатты өзгеріс жоқ, бірақ жанарын жасырған қоңыр көз ілдіргін шешпеген. Көлігін тұраққа қойып Құралай Айбынға қарап қорқақтап қадам жасады. Айбын тек Құралайдың жанына келгенін тақасынан тықылынан байқайды. Себебі қос жанарынан
көру қабілетінен айырылған. Құралай Айбынның ұсынған гүлін алды да қолынан қатты қысып ұстайды. Құралайдың таза махаббатының лебі есіп тұрғанда сезіліп ақ тұр. Қора, мен сені іздеп келіп тұрмын, қабылдау-қабылдамау өз еркіңде. Бірден айтайын, мен көру қабілетінен айырылғанмын, бірақ алғашқы кездегі ыстық сезімім әлі ояу, көкірегім соқыр емес. Даниярдың сенің қол астында жұмыс жасап жатқанын білемін. Сол үшін дереу жетіп, мүмкіндігімді жіберіп алмауды ұйғардым. Шешім өзіңде, саған сенбей, сатқын Даниярға сенген ақымақтығым үшін басым жерге жеткенше кешірім сұраймын, деді Айбын. Барлығы Алланың маңдайыма жазғаны, сенің еш кінәң жоқ. Кінәлілер уақыты жеткенде өз жазасын алады. Әкем дүниеден ерте өтіп, 10 жылда 4 қабырғада баз кешіп отырып, біраз уақытымды жылаумен өткізіп алдым. Мен енді ана бола алмаймын. Менің саған керегім де шамалы. Саған ұрпағыңды жалғайтын әйел керек. Бүгін менің қонағымсың. Ертеңнен бастап тек жақын дос болып қала аламыз, деді Құралай. Айбынның көлігін бала күнгі досы Әділет айдап келген еді. Барлығы Құралайдың жұмыс орнына кіріп, асханаға тапсырыс беріп жайғасады. Ашылып кеп әңгіме айтылмады. Құралай сәл ыңғайсызданып сыртқа шығып келеді. Асханаға келіп, Айбындардың жанына жайғасады. Бірақ тыпыршып тыным таппайды. Айбынның іші бір нәрсені сезді. Құралай бір сағат өткеннен кейін көмекшісі Айжанға тоңазытқыш қойманың кілтін беріп, Даниярды осында алып келуін сұрайды. Айжан барып есігін ашса, Данияр қалың киінбегендіктен денесі мұздап, жерге сұлқ түсіп жатыр екен. Айжан шошып қатты шыңғырып айғайлап, Құралайды шақырды. Құралайдың ізінен Әділет Айбынды қолтықтап жүгіреді. Барса Даниярдың өлі денесінің жатқанын көреді. Құралай, сіз не Даниярдың іште екенін білмедіңіз ғой, байқамадыңыз ғой, сіз тұтқындаласыз ба сонда, деп Айжан қорқақтап жылайды. Тезірек мына жиіркенішті мүрденің бетін жауып, менің кабинетімнің камераны қос, дейді. Камераға түскен бейнеде тоңазытқышты қоймасында жүрген Даниярға барған екен. Сүмелек, бері қара, әлгі екі сұмырайыңмен келіп зорлап, намысымды таптап кеткендерің есіңде шығар. Қайдам, бірақ Құралайдың шешеуіне қорлық көрсеткеніңді бір Алла ғана біледі. Неге бақырайып тұрсың? Иә, мен сол қаншама жыл бұрынғы қорғансыздың күнін кешкен әлсіз нәзік Құралаймын. Танымай тұрмысың? Құрсағымдағы сәбиім енді өсіп, көкірегімде қуаныш кернеп жатқанда өмірімнің күл талқанын шығарғансың. Қинап үйлендірдің. Барлық күйдіргі әрекетіне көз жұма қарадым. Дүниеге келмеген ұрпағыңның тамырына балта шаптың. Мына мені өрімдей кезімнен ақ ана болу бақытымнан айырдың. Бейкүнә адамдардың ауасымен тыныстап, жер ананың маңдайын басып, алшаңдауға сенің хақың жоқ. Бүгін сенің соңғы күнің, деп тоңазытқыш қойманың есігін сырттан құлыптап кеткен. Ах, Ора өкіре жылап жасына шашалған Данияр, Құралай, мені кешір, айтқаныңның барлығын жасаймын, тек мына мұздай қоймада қалдыра көрме, мен онсыз да сенің көз жасына қалғанмын, қайда барсам да жолым болмай қойды, Алла мені оңдырмай жазалап қойған, әкем жаман ауруға шалдығып көз жұмған, енді еңсемді көтеріп жатқанымда, анам әкенің зиратында түнде қонып қалып, ақыл есін жоғалтып, жындыханада жатыр. Әпкемді досым деп жүрген жолдас балдарым зорлап, күйеуінен айырылып, жеңіл жолға салынып кетті. Қарындасым осының барлығына күйініп есірткіге отырып алған. Мен қазір оған ақша апарып бермесем, ол есірткісіз өліп кетеді. Бұдан артық маған не жаза керек, Құралай? Айбын әскерден келгенде көзіне сірке суын шашып жанарына қараңғылық бергенде мен едім. Мені түрмеге жапсаң да келісемін. Тек мына жерде емес, деп өкірді. Данияр өзінің түзетуге келмейтін, жазасы ауыр қателігін жасағанын түсінген екен. Шұжықтар ілінген мұз трубаларда айнала жүгіріп, шығар есік іздеп, жанын түйер түйіншік таппаған сорлы жерге сұлқ түсіп құлайды. Осының барлығын тоңазытқыш қойманың камерасына түсіп қалған. Қоймадағы Даниярдың мүрдесін қозғамаңдар. Мына камераға түскен бейненің көшірмесін шығарып қойыңдар да тезірек заң қызметкерлерін шақырыңдар. Мен бәрін мойныма аламын. Әділет досым қашанғы мені жетектеп жүреді. Ата-анама осыншама жасқа келгенде мүсәлдат болмайын, деді Айбын. Барлығы Айбын айтқандай болып, Құралай ақталып, барлық күнәні Айбын арқалап кетеді. Құралай қазір балалар үйінен ұл асырап алды. Атына жаздырып, есімін Айбын деп қояды. Қызғалдақ ғұмыр-ай. Осымен әңгіменің соңы.